Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз философия өмірді тану мектебі тақырыбы бойынша әңгімелесетін боламыз. Тақырыбымызды ауқымды тұрғыда талдау үшін біз философия мамандығының 3 студентін қонаққа шақырдық. Яғни рационалист студент бізде Әділбек Бекзат, экзистенциалист студент Аманбай Амина және де гуманист студент Бақытов Дінислам. Қош келдіңіздер. Уақытты көп сөзбай, сіздерге ең бірінші сұрағымды қойғым келіп отыр. Ең алдымен өмірдің мәні дегеніміз сіздердің ойларыңызша не? Және де адам өмірдің мәнін табуда қандай қиындықтармен бетпе-бет кездеседі? Өмірдің мәні. Бұл әр адамды өмірінде бір рет болса да мазалаған сұрақ. Өмірдің мәнін ақылмен түсінуге болады. Ақыл арқылы табиғатты, табиғат пен әлемнің үйлесімін түсінуге болады. Бұны түсінгенде ішкі тыныштық орнайды. Ішкі тыныштық арқылы біз өмірдің мәнін танып біле аламыз. Ал өмірдің мәнін танып білуге не кедергі? Өмірдің мәнін танып білуге адамның қате эмоциялары мен ақылсыздығы кінәлі. Себебі адам мәнсіз нәрсені өзіне мән деп тауып алады. Ал мәнге жету үшін өзіндегі бір нәрсені құрбан ету керек. Ол жөнсіз, ақылсыз нәрселер. Жан даяулы, мал даяулы болса егер, жаның үшін малыңды сат, мал даяма. Жан даяулы, жар даяулы болса егер, жарың үшін жаныңды сат, жан даяма дегендей. Біз мәнге жету үшін өзіміздегі жөнсіз эмоциялар мен ақылсыз іс-әрекеттерден бас тартып, өз мәнімізді дұрыс табуымыз керек. Ал мәнге жетуге деген қателіктерге адамның мәнсіз нәрсеге басыруы. Өте керемет. Жалпы енді өмірдің мәні деген гуманистік көзқарасты айта кететін болсақ, ол бізде бірінші адамгершілікке қызмет ету. Адамдар өмір барысында бір-біріне үндестік тауып, жақсы тіл табыса білсе, сол кезде өмірдің өзегіне жолыға алады. Бір сәтте керемет те күрделі сұрақ. Жалпы бұл өмірдің мәні деген бір сұраққа бұл әлемде миллиондаған жауаптар бар екенін білеміз. Әр адамның өзінің өмірінің мәні бар. Біреу үшін ол бақыт, біреу үшін отбасы, біреу үшін материалды немесе моральды нәрселер. Жалпы адамның өмірінің мәні ол бастан бар нәрсе емес. Ол адам өзінің өмірінің авторы ретінде өз өмірінің мәнін өзі жасайды. Және де осы өмірінің мәнін табу барысында түрлі қиындықтарға кездесетіні айдан анық. Сол қиындықтардың ең біріншісі ол адамның өзінің ішкі қорқынышы. Яғни адамның басқалардың үнімен үндесуі. Адам өзінің ішкі үнін тыңдаған кезде ғана өзін таниды және де өзінің өмірінің мәнін табады. Өте керемет, сұрақтарыңызға үлкен рахмет. Енді келесі сұрағыма көшетін болсам, адам бақытты болу үшін не істеу қажет? Бақыт. Әр адам өмірден іздеп өткен, бір рет болса да ойлап өткен, құлақ естіген, сөз айтқан, ауыз айтқан нәрселер. Бұл ең көп қайталанатын нәрсе бақыт. Бақыт тәртіп пен ақыл арқылы жететін нәрсе. Себебі біз кейде нағыз бақыт сәттердің өзін дұрыс танып білмей жатамыз. Данагөйлер айтқан, бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт іздейміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Бақытты танып білу үшін адамға тәртіп пен әуелі ақыл керек. Ақыл арқылы біз бақытты сәттерді танып біліп, әуелі өзімізді танып білеміз. Өзімізді танып біліп, ішкі күйімізді танып білуіміз, ол бақытты танып білуге алғашқы қадамдар. Себебі Рене Декарт айтқан болатын, бақыт деген ол сенің айналаңдағы нәрселер емес, өзіңнің ақылың мен өзіңнің істеген іс-әрекеттеріңді танып білу деп. Ал істеген іс-әрекеттерің мен өзіңді танып білу тікелей ақылдың жұмысы. Сен бақыттысың ба? Бақыт дегенне бақытты бол. Бақытты сезіндім. Бақытқа байланысты түрлі сөздерде осы кезден естіп келеміз. Және де шын мәнінде әр адамның өзінің бақыты бар. Мен үшін ол бақыт отбасы. Бекзат үшін мүмкін ақша болуы мүмкін. Яғни әркімнің бақыты өз жүрегінде, өз ішінде, өзінің ішкі үнінде тыңдай білу маңызды. Бақыт деген жалпы біреуге бақпен бір болмаса баппен келетін дүние. Жалпы енді осы адами көзқараспен қарайтын болсақ, бақыт деген біреуге жақсылық арқылы, біреуге ізгілік арқылы көмектесу арқылы
бақыттың не екенін түсіндіре аламыз. Бақыт деген негізі көп бөліссең, көп қуансаң, көбейеді құндылықтардың бірі. Жауаптарыңызға үлкен рахмет. Бір жүрекке жететіндей сөздер болды деп ойлаймын. Енді тағы бір былайша айтқан кезде соңғы сұрағым бар еді. Қазір енді заманына қарай адамы демекші 21 ғасырдың балаларымен жұмыс істеу өте қиын. Яғни жастармен жұмыс істеу, көңілін табу өте қиын. Осы жастарға философия не бере алады деп ойлайсыздар? Қазіргі қоғамда қатыгездік, өзімшілдік, адамның ар-намысына жатқылықтар кеңінен белең алған. Жалпы осыған адами құндылықтарды түсіндіре білсек, яғни жастарға, сол кезде осы өмірдің мәнін табуға да, бақытын табуға да қол жеткіземін деп ойлаймыз. Жастарға не керек? Ең әуелі жастарға ақыл керек. Ақыл және жөнсіз эмоциялардан бас тарту керек. Ақылмен жасалған ісіне деген жауапкершілік керек. Әуелі кісі болсаң, өзіңді біл. Кісіге сөйлейтұғын сөзіңді бір. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейтұғын кезіңді біл. Яғни философия адамға не істейтін кезін, кез келген хаостық оқиғаларды, әлеуметтік проблемаларды, өзінің ішкі проблемаларын болсын түсінуді үйретеді. Философия адамға сыни ойлауды, дұрыс бағамдауды, кез келген істің аяғын дұрыс топшылауды, кез келген нәрсеге түсіністікпен, ақылмен, логикамен қарауды үйретеді. Жастарға да керек осы емес пе? Қоғам деп отырмыз, 21 ғасыр деп отырмыз. Жалпы осы 21 ғасырда жаңадан бері біз айтып отырған жастар ол біз. Және де осы қоғамды өзімізді өзгертетін біз болмағанда кім? Және де түбінде дарияның жақұт жатыр, кім егер тапса соны бақыт тақыр дейді. Сол дарияның түбінде жатқан жақұт ол әр адамның өзі. Түбі өзімізді табамыз. Тапқан кезде шын мәнінде өмірдің мәні не екенін түсінеміз. Және де философия осы тұрғыдан бізге өмірдің мәнін табуға көмектесетініне мен 100% кепіл бере аламын. Шынында да егер адам бұл мамандық яғни философия қызықсыз нәрсе емес, бұл тарихтың қойнауында қалған нәрсе емес. Егер адам шын мәнінде бұның түбіне жетіп, түсіне жүрегімен ұмтыла түсінсе, шын мәнінде философияның қаншалықты пайдалы екенін түсінер еді. Енді бүгінгі подкастымызда өз соңына келіп жетті. Осы подкастта экзистенциализм, рационализм, гуманизм бағытының өмірдің мәніне үш түрлі қырда, үш түрлі көзқараста қарайтынына көзіміз жетті. Бірақ та олардың барлығын түйістіретін бір ортақ ой бар. Ол адам өз өмірінің мәнін өзі қалыптастырады. Осыған орай атақты философ Сократтың сөзі өзін өзі тану адамның даналығының бастауы дейді. Сондықтан тыңдарман өз дауысыңызды, өз болмысыңызды, өз жолыңызды табуға ұмтылыңыздар. Және де өмірдің мәнін сырттан іздемей, оны өз жүректеріңізден және де өз ізденістеріңізден табыңыздар.